Отбасымды бұзған әжем. 5 бөлім. Авторы Айдана Істілеуова. Достар, мені жоғалтып алмас үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Мен алдағы уақытта көптеген қызықты аудио әңгімелер шығаратын боламын. Сол күннен соң ешкім көрінбеді. Жұмыста енем көрінбеді. Ойладым, ұзату тойға дайындалып, қолы тимей жүр екен деп. Бір аптадан соң соттан ажырасу туралы қағаз келді. Әшейін мені қорқытқан болар. Қазір қағазды қолдан жасай салады деп жырта салдым. Кейін тағы келді. Мен бармадым. Өзімше қырсығып, қашанғы қорқытар десің дедім. Ит сияқты алдыма сөмірейіп келер деп өзімді жұбатып қоямын. Сөйтсем, шынымен де күйеуім ажырасуға арыз беріп, балаларды өз қамқорлығына алған екен. Арада біраз айлар өтті. Енем жұмысына оралды. Мені көрсе де көрмегендей жанымнан өте шығатын. Мен де аспанды тіреп тұрғандай енемнің алдында қақиып өте шығамын. Ең болмаса сәлем беруге жарамадым. Іштегілер де мені жек көретіндей. Енемнің қаншалықты алтын адам екенін олар жақсы біледі. Мен ғой сол алтынның қадірін білмеген. Бірде енем жұмысқа келгенде, келінің құтты болсын, үйіңе құт әкелсін деген сөздерді құлағым шалып қалды. Сенгім келмеді. Жұмыстан шыққан бойда жел айдағандай ата-енемнің үйіне жетіп бардым. Шынымен де қызыл орамал, қызыл халат киген менен де жас келін жүр. Ішім алай-дүлей. Сен кімсің деп әй-шай жоқ айқай салдым. Ол абдырап қалып, Саматтың келіншегімін дегенде жүрегіме біреу пышақ қадағандай күй кештім. Ашумен үйдегі заттарды лақтырдым. Енем де Самат та жұмыстан шығып, балаларды балабақшадан алып келгесін келді. Енем ұлдарымды алып, көрші үйге кетіп қалды. Самат болса алғаш рет бетімнен шапалақпен тартып жіберді. Енді бұл үйде саған орын жоқ. Енді келсең, үстіңнен полицияға арыз жазамын деді. Мен айқайлап, мен сенің әйеліңмін, балаларды алып кетемін деп сес көрсеткен едім. Ол менімен ажырасқанын, балалар соның қорғауында екенін растайтын құжатты көрсеткенде, сенер-сенбесімді білмей, басым салбырап үйге келдім. Жалғасы бар.